Құлпынай жарық сүйгіш өсімдік. Сорпына қарай ерте көктемде, жазда, күзде жеміс береді. Сонымен қатар жаз бойы күздің суық күндеріне дейін жеміс беретін сұрыптары бар. Биіктігі 20-35 см, сабағы тік, жапырақтары үш салалы, ашық жасыл түсті. Өскен кезде мұртшалары пайда болып, мұртшалар арқылы өсімдік тез арада көлденең жайылады. Құлпынайдың гүлдері 5-12 күлтелі, ақ түсті. Гүлдері әрқашан жапырақтарының үстіңгі бетінде орналасады. Гүл сағақтары қысқа, жидегі қызыл түсті, хош иісті болып келеді. Жидегінің сыртқы қабатында орналасатын тұқымдарының саны 200-ге дейін жетеді. Құлпынай дәрумендерге аса бай. Құрамындағысы дәрумен мөлшері цитрус өсімдіктеріне қарағанда анағұрлым көп. Сонымен қатар минералдар мен микроэлементтері де бар. Олар темір, магний, марганец, фосфор, мырыш, кальций, мыс, йод та бар. Құлпынай дәрумен жетіспеушілікке өте пайдалы. Ағзаны тазартып, зәрді және терді айдайды. Құрамдағы антиоксиданттар қартаю процесін тежейді. Иммунитетті күшейтіп, қан аздыққа көмектеседі. Микробқа қарсы қасиеті жоғары болғандықтан, асқазан ауруы бар адамдарға аса пайдалы. Темекі шегетіндерде қатерлі ісік пайда болуы ықтимал. Сондықтан құлпынайды көп жеу керек. Жөтел және өкпе аурулары кезінде құлпынайдың жапырақтарын қайнатып ішсе, тез арада жазылып кетуге болады. Құлпынайды десерт ретінде жейді. Құлпынайдың пайдасын арттыру және организмге сіңімдірек болу үшін қаймақпен немесе кілегеймен жеу керек. Құлпынайдан шырын, тосап, джем жасайды. Хош иісі үшін парфюмерияда қолданады. Ғалымдардың айтуы бойынша, құлпынайдың жеу нормасы күніне 500 граммнан аспау керек. Ағзаны қоректендіру үшін осы қалып жеткілікті. Басқалай болғанда ішек жолдарының құртылуына, ал жақсылап жуылмаған жағдайда бүйректе құм жиналуына себеп болуы мүмкін. Құлпынайдың пайдалары өте көп. Мысалға, дәрумен жетіспеушілікке, тамырдың бітелуін алдын алады және холестеринді түсіреді, ағзаны тазартып, зәрді және терді айдайды, құрамындағы антиоксиданттар қартаю процесін тежейді, иммунитетті күшейтіп, қан аздыққа көмектеседі, жүрек қан тамырлар жүйесін қорғайды, микробқа қарсы қасиеті жоғары болғандықтан, асқазан ауруы бар адамдарға аса пайдалы, қанды тазартады, денеден улы заттарды шығарады, тіс еттерін қуаттандырады, ауыз иісін кетіреді, тынышталдандырады, күйзелісті азайтады, қан қысымын түсіреді, дене қызуын басады және ревматизм, бүйрек ауруларына өте пайдалы екен. Құлпынайды алар кезде қалай таңдау керек? Сол жайында айтатын болсақ, сатылғанда құлпынайдың гүл сабағы да міндетті түрде сақталуы керек. Себебі гүл сабағының сақталуы құрамында С дәруменнің қажетті мөлшері болуына кепіл болады. Өте үлкен құлпынай жидектеріне қарағанда, орташа және ұсақ жидектерінде дәрумендер көбірек болады. Құлпынайдың беткі қабатында түрлі дақтар болмауы керек. Бұл құлпынайды өсіргенде химиялық заттар болғандығын көрсетеді. Құлпынайдың ашық қызыл және қанық қызыл түрлерін кездестіреміз. Бұл құлпынайдың өскен жеріне, түріне байланысты болып, әрқайсының өзіндік дәмі мен ерекшеліктері болады. Сапалы жидектердің табиғи жағымды иісі байқалмайтын жидектердің химия көмегімен өскендігі белгілі болады. Оның дәмін татып көруден қорықпау керек. Металдық дәм құрамында нитраттың көптігін білдіреді. Ал зиянды жағына тоқталатын болсақ, құлпынай денеге зиян тигізбейді. Бірақ, егер сіз бірден жидектерді көп жесеңіз, аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Құлпынайды жақсы көретін адамдардың көңіл күйі ешқашан жаман болмайды. Құлпынай жидектері ежелден бері тамаша антидепрессант болып саналады. Депрессия жағдайынан шығу үшін және сіздің көңіл күйіңізді көтеру үшін құлпынай жеуге тура келмейді. Жидек дәміне дем алу үшін жеткілікті. Өйткені оның иісінде байыпты және жақсы көңіл күйді тудыратын қабілеті бар 50-ден астам дәмдеуіш заттар бар. Сондықтан құлпынай жемісін көбіне махаббат, сұлулық, жастық жемісі деп атайды.
Берілген ақпарат пайдалы болса, керек екен арнасына тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.